менің қолымда әлемді өзгертуге бір мүмкіндік болса, мен ол мүмкіндікті осы аса ауыр қатты диагнозбен ауыратын балаларға үлкен дүниежүзілік тегін емхана ашар едім. Менің есімім Айгерім, жасым 29-да, диагнозым хондrodysplasia, ауыр атлетикамен айналысамын, пауэрлифтингпен. 4,5 жасында. 4 жасында? Иә, сол кезде білдік. Енді ондай балалар болды ғой, кейіннен өсе келе аяқтары түзеліп кететін, солай бола ма деп ойладық. Бірақ та түзелмеді. 5 жасына таман соның кейін Алматыға Ақсай балалар ауруханасына алып бардық. Сол жерде тексерді, сондай диагноз қойды. Әрине оңай болған жоқ. Енді переживать еттік, бұл енді ұл болса да ештеме болмас еді. Қыз бала, кейін енді өз жора жолдастарының арасында жүргенде енді қиналады ау. Мен мына балалардай бірге ойнап жүретін балалармен бірге осындай мен неғып осындай болмады екен ау дегендей ой болады ау деп енді мен өзім қатты жүрегім ауырып, екеуміздің жылаған күндеріміз де болды. Екеуміз құшақтасып тұрып жылайтынбыз. Мама, мен басқа балалар сау болғанда мен мама қалай осылай болдым, тудым деп. Сондай жағдайларда көп болды. Ол енді кішірек мектеп жасында оқып жүрген кезде сондай жағдайлар болды. Бірақ та есейе келе, енді бәрін жан-жағына қарап түсініп, есейе келе ондай енді айтпайтын болды. Өзі сондай жігерлі болды. Сондықтан ба, енді біздің жүрегімізді ауыртпайық деді ма, енді ете алмады. Енді ондай да айтпайтын болды кішкене өзі, есейгеннен кейін. Көп жерге қаратқанда оңай болған жоқ. Енді оңай болмаса да енді қараттық, мысалы апармаған жеріміз жоқ. Мысалы енді жаңағы айтып отыр ғой, Ақсай жаңағы балалар больницасына бардық. Сонда Елизаровтың аппараттарын қойды. Жаңағы алтайлап жатқан уақыттар болды, жаңағы больницада 8 ай жатқан уақыттар болды. Енді оны 2 аяғын операция жасағанда 2 жыл жатты ғой. Мен үшін тұнай жатты. 1998-дің январынан бастап жатты ғой. 2000 жылға дейін. Енді ауыртпалықтар болды. Оны енді негізінде әкесі мен шешесі көтермесе ауыртпалықты бала вообще төмен түсіп кетті. Әр ата-анаға ол оңай емес. Әрбір не только мен, әйеліміз екеуміз, әр ата-анаға оңай емес. Сондықтан енді оны мойымау керек. Жаңағыдай алға тартып, өзіңе жігер беріп, өзің жігерленсең, оны сен саған қарап, балаңды нетеді кішкене. Мен әкеме шешем бар екен, соған кішкене азды болса кішкене еркелеп, неменен өзімше бір көмек берейін дегендей мыслендім. Баланың аты бала, әркімге ата-анаға ауыр болады. Енді соған төзе білгенде дұрыс. Ол сен безіп кеткен мен далаға тастайтын бала жоқ. Мектепті жақсы оқыды, соны сынақ онан, енді онан кейін колледжде оқыды, колледжде де жылға бітірді. Енді былай жақсы, одан кейін адаммен тіл табысу жақсы. Любой адаммен тіл табысады. Енді біздің қызымыз сияқты жаңағыдай балалары бар ата-аналарға қамықпаңдар деймін, ешқандай реніш білдірмей, наоборот, балаларыңа қолдау беріп, тірек болып, әке-шеше тірек болмаса, ол балаға кім тірек болады? Сондай тірек болып, жаңағыдай алдыға басуына көмектесу керек. Сонда бала әкеме шешеге қарап, өзінің күшін салып, оқуына жақсы оқуға тырысады. Жаңағыдай алдына қойған мақсатында жақсы орындауға тырысады. Жаңағыдай әкесі мен шешесінің көмегі болса. Егерде әке-шеше ол любой жерде көмек беру керек. Жаңағыдай қандай бала болмаса да. Балаға нетіп отырсыңдар. Енді оның әке-шешесіне айтарым, ешқандай қамықпай, жалықпай балаларға көмектесу керек, жаңағы кішкентай балаға. Сонда ол да менің қызым сияқты жаңағыдай дәрежелі болады ертең. Марқұм менің әкемнің өзі айконың бәрін жасайды деп, айко осы детет деп отыратын. Балалардың жазғаннан не жоқ, артық ештеңе жоқ. Бірақ талпыну керек. Мақсатыңды алға қоя білу керек. Сол баланы көмектесіп берсең, ары қарай толық өзінің несін жаңағыдай дәрежесіне жетеді. Балам үйтіп қалмасын, бүйтіп қалмасын деп, наоборот, алдыға сүйреу керек, алдыға талпындыру керек баланы. Сонда ол
жақсы бала болып өседі деп мен етем. Ешкімнен кем болмайды. Мен инвалид едім деп айтуға кейбіреудің аузы бармайтындай, өзін өзі жақсы бала болып кеткенде талпынатында. Мүгедек балаласы бар ата-аналарға айтарым, балаларыңызды жасытпай, балаларыңызға жігерлендіріп отырыңыздар, қолдап отырыңыздар әрқашанда. Ана дені сау балалармен теңестіріп, сондай дәрежеде тең жүріңдер деп сол жігерлендіріп отырса, ол балада да өмірге деген құлшыны, талпынысы болып, ол баланың өзі де ұмтылады алдыға қарай. Қазір қысымды сеземін, бірақ енді алғашындағындай қатты қысым сезбеймін, аса да мән бере бермеймін ондайға. Оларға енді өйтіп андай жүйкемді тоздырып, басымды ауыртып нетпеймін, енді тырысамын мән бермеуге. Себебі енді олар қайсы біріне миллион халық болған, қайсы біріне өйтіп жүйкеңді тоздырып, оған сөз қайтарып жатасың. Бәрінің аузына қақпақ бола алмайсың. Енді взгляд бір көзқарасымен қараймын да, енді іштей өтіп кетем бұл. Енді әрбір адамның өзінің қорқынышы болады ғой, ол ең алғашқы, ең күрделі қорқыныш. Ата-анасын, отбасын ұятқа қалдырмау, жақсы жағынан көрсетіп, сонша жыл тәрбие бергенін, тәрбиелегенін көрсетіп алып шығу. Ата-анамның атын жаман атты қылдырмай, жақсы жағынан көрініп, мен азамат бол. Көбінесе сол құрбылармен жүрген кезде, туған күнге, отырыстарға барған кезде, үйлерінде кішкентай бопа бар ма, не, кішкентай қыз бар ма, кішкентай бала бар ма деп айтатын. Сонан кейін подружкамға айтады, сен сөйтіп ойла қалды, үйде кішкентай бала бар деп ойла қалды деді. Кім деп. Сол кезде сол айтқан адамға не сондай адам көрмеді ма деген сияқты іштей, бірақ енді сыртын айтпайсың ғой, іштей сөйтіп сондай жағдайлар болады. Аяқ киімді көреді, кіре салған кезде кіре берсең аяқ киімді көреді. Сонан кейін сразу үйде кішкентай бала бар ма деп группаласының үйіне сабақ жасауға бардық бірге. Сосын үйге кіріп тамақ ішіп бүйтіп сабаққа отырдық, компьютерге отырдық. Бір уақытта оның ағасы келді. Ағасы келіп, аяқ киім тұрған ғой, енді кіре берісте аяқ киім тұрған. Сонан кейін еңкейіп аяқ киімін шешкен. "О, үйде кішкентай бала бар ма? Кішкентай қонақ келіпті ғой үйге" деп айтқан. Сол кезде мен сабақ жасап отырған кезде естіп отырмын. Басқа бөлмеде отырып. Сол кезде бір түрлі қалдым да, подружкам да енді өзін ыңғайсызданып қалды, енді ондай айтады деп ойламадым екен. Бірақ мен енді білдірген жоқпын. Ол подругам да білдірген жоқ. Я, мен подружкам сабақ жасап отырмыз дегендей сөйтіп жеңіл қабылдады. Мен енді өзімді осы диагнозмен қабылдағаным сол мектеп жасында өзім өмірді кішкене түсініп, бақыл тоқтатып келген кезім сол мектеп жасында, бастауыштан кейін шамамен сол 15 жасында шығар, андай периодтар болады ғой. Енді сол кезде болды, мектепте мен көп нәрсеге былай енді кішкене сырып қоятын да, қатыстырмайтын ештеңкеге. Мен соған бүйтіп сырттай нететін, енді неге мен сөйтпейді екен, мен неғып қатыстырмайды, анда қатыстырмайды деп элементарно бір тақтаға шығармайтын. Мен деп қолым көтердім, шығармайтын апай. Сол мектеп жасына деп ойлаймын, 15 жастан бастап өзімді енді адам қатарына өзімді сондай екеніме ары қаратай енді не жоқ, шара жоқ, ешқандай қолдан келетін не жоқ, қабылдадым, ары қаратай өсіп, ары қаратай бір жетіліп кетпейтінімді мойындадым. Мен осы Талдықорған қаласы политехникалық колледжде оқыдым, мамандығым, программист мамандығын бітірдім, қызыл дипломға оқып. Ең алғаш қиын сәт сол қоғамға кіріп кету, себебі ол жерде тек мен ғана сондай инвалид, бойым кішкентай болып оқыдым. Сол кезде мен ең алғаш абитуриент болып тест тапсыруға, экзамен тапсыруға барған кезде адам көп болды. Өзім жаман қысылып ұстадым өзімді. Емін-еркін бола алмадым, тесті де, экзаменді де дұрыс өте алмадым. Обычно сау адамдар енді экзаменнен құлап кетем ба деп қысылса, мен өзімнің инвалидісіме жағдайыма қарап қысылдым. Менің группаластарым ең алғаш оқуға барған кезінде олар менімен қатты тығыз қарым-қатынаста болған жоқ. Олар менен айналып, алшақтап жүрді. Не сұрасады енді, қорқып па, қысылып па, ұялып па, сөйтіп маған жасқаншақтап, маған көп сөйлемейтін, жоламайтын маған. Жақындамауға айналып өтіп, көп менімен араласпайтын. Қоғамға мен тез кіре алмадым. Бір жылдан кейін уже мен қоғамға кіріп, бәрі мені уже Айгерім деп қалжыңдап, ойнап, күліп, бірге барып жүретін. Маған ең қиын оқуда жүргенде ең қиын сол қоғамның көзқарасы болды. Мен сол мектеп бітіргеннен кейін қалаға келдім. Қаланы сол колледжға түскеннен кейін 4 жылдай оқыдым. Бірақ мен сол уақытқа дейін ешқандай әлеуметтік желіге суретім салған емеспін. Салсам да бір
енді 3-4 суретін қойып қойған шығармын, бірақ полный ростпен салған емеспін. Өзім ұялып, қысылып, намыстандым. Енді білмеймін, енді көп біздің заманда, біздің Қазақстанда бұндай диагнозбен болмағаннан кейін, бойы кішкентай адам болмағаннан кейін бәріне бір түрлі көрінетін сияқты болды. Соны жұмыс істедім, жұмыс істеген кезде бір неге бардым? Инвалидный школа осы нені жеңу үшін, осы әркім өзінің диагнозын жеңіп, елге көріну үшін, комплексін жеңу үшін школа инвалидностьқа бардым. Осы Алматыда бір апта семинар өтті. Сол кезде 1-2 күн семинарын оқыдым, тоқыдым, ойландым. Қыздар бәрі салватты, былай түсті. Енді олардың кейбіреуі тоже ДЦП, аяқ жоқ деген сияқты. Содан кейін мен тұрдым, енді сол істі мен өзім жүре аламын, мысалы тамағым жей аламын, барам дейтін жерім бара аламын. Сондықтан алдым да сол кісілерге қарап ақырын түсе бастадым. Солар мен общий суретке түстім. Одан кейін жеке өзім былай түсіріп, сонымен 2017 жылы ма, 16 жылдан бастап әлеуметтік желілерге өзім суретімді толық боймен салып, қазір енді білмеймін, ел қатарлы өзімді санаймын. Мен диагнозым қиындықтары көбінесе ең маңызды, ең қиын несі ол биік. Мысалға алатын болсам, енді үй шаруасында, үйде жүргенде ол элементарный не? Полкадағы киімдерің, немесе үйдегі полкадағы заттарды аламай, холодильниктің заттарын аламай, например, ол үшін мен кіші орындық болады. Сол орындықпен сонымен бірге нетсем де, мысалға биік полкаға шықсам, сол орындыққа шығып, соны жетем. Енді одан биік не болса, үйдегілерге көмек сұраймын, мамаға, аға, әпкелеріме. Ал енді көшеде жүрген кезде менің қиыншылық ең нем баспалдақтар. Енді кейбір баспалдақтар қашықтар кішкентай болады да, сонымен тез жүруге болады. Ал кейбіреулер енді ұзын адамдарға жасалған ба деп ойлаймын. Қиын. Мен енді бір аттап, 2 аттап, демалып шықпасам. Қазір енді автобустарға келетін болса, автобустардың қазіргі заманға несі баспалдақтары кішкене төмен жасалған. Бұрында ескі автобустардың баспалдақтары үлкен болатын. Оған енді мен бүйтіп екі жақтан ұстанып, немесе артынан біреу көмектесіп шығаратын. Сол кезде мен кәдімгі ұялып, кішкене қысылатынмын негізінде. Өзімде шыға аламын деген сияқты оймен. Қазір енді заманға сай ма, мүмкін енді білмеймін, шығарғанға байланысты ма, баспалдақтар жеңіл. Қашықтары жақын орналасқанда өзім шыға алып отыра аламын. Андай мысалға қазір енді көп жерге обществоға шығамыз ғой, обществоға шығамыз. Бұрына жұмыс істеген кезде жиналыстар, конференциялар болатын. Сол кезде енді тоже биіктік орындыққа, кейбір орындықтар биік болады да, кейбір орындықтар аласа болады. Ол аласа орындықтарға енді өзің отыра аласың. Қазір офисный бір орындықтар дәу. Оған да енді бүйтіп тырмыштанып, ақырын бүйтіп шығасың да орындық. Одан аяғым бүйтіп жерге тимегеннен кейін аяғым ауырады. Тартылады, ұйып кетеді, одан қан жүрмей қаламай, ешқандай движение болмағаннан кейін қайтадан тұрып, сол орындықтан жүруге кішкене біраз қадам жасап, барып кішкене аяққа қан жүргізіп барып, бірақ жүріп кетпесем, сразу тұрып жүріп кете алмаймын енді. Диагноз байланысты. Тағы да бір қиындық, киім таңдағанда, базар аралағанда, киім іздеген кезде көбінесе жағдайда осы балағымен жеңі үлкен болады. Соны қысқартып шеяларға жүгіретінім бар. Оларды одан кейін көбінесе мен киімдерді подростковый магазиндерден подростковый размерде алам. Аяқ киімді де іздеймін. Көп мен негізі аяқ киім іздеген нем. Подиумым үлкен, қиындығым размер дұрыс келмейді. Аяғым сыймайды, кейбір үлкен. Көп іздеймін. Бір аяқ киімді бір күн, 2 күн іздеуім мүмкін. Мен спортқа спорт теледидардың каналынан өзім сияқты спортсмендерді көріп, Раушан апай, Гүлбан апалар сияқты штанга көтергендерін көріп, осы жастар спорт комплексінің инвалид мектебіне келіп, сол кісілер консультация алып, сұрап, келіп қатыссам бола ма, көрсем бола ма деп, ол кісілер келіп қатысып көріп, тренировканы тексеріп, қарап, содан кейін мені алды. Содан бері 2 жыл болды қатысып жүргеніме. Гүлбан тәте мен Раушан тәтенің жетістіктеріне қарап, осы спорт түріне қызықтым. Әйгерімде ең басында енді бұл кісілердің кішкене мына қол жақтағылар слабылау болады. Соған кішкене дайындық жасадық, кіші салмақпен жұмыс жасадық. Ақырындап енді 2 жылдың ішінде результат болып тұр енді. Жұмыс жасап келе жатырмыз. Жақында Әйгерім
мастер спортта международный класс алды. Бәріміз өте жақсы қуанып жатырмыз. Біздің аздай болса да игі еңбегіміз бар ғой біздің. Енді бұйырса тек қана шыннан көрсін енді. Бәріміз тілектеспіз. Бірінші медалімді осыдан былтыр бір жыл бұрын Қазақстан Республикасының чемпионатында 3-ші орын алдым. Категориям 40 категориясында 63 салмағын көтердім. Сөйтіп 3-ші орын алдым. Енді 2 жылда, енді сол қысқа уақытта 2 жылда осындай дәрежеге жеттім. Әйтеуір терімнің, еңбегімнің жемісі деп қуандым. Жақын арада халықаралық дәрежедегі спорт шеберін алдым. Сол кездегі 2 жыл уақыт арасында заниматься еткен еңбегімнің, терімнің ақысы деп білем. Бірақ әлі де биікті бағындырып шыңға шықсам деймін. Иә, сол кезде қуанышым енді бір уақыт болса, бір сәт болса көкке көтерілді деп ойлаймын. Сол кезде қуанышым үйдегілер біріншіден үйдегілерді қуанту, сонша уақыттағы жұмысының жемісін көрсетіп, ата-ана мен үлкен сеніммен, үлкен мақтанышпен қарай алатындай сондай бір қуанышта келдім. Менің бір өкінетінім, балалық кезімде ата-анама ашулықпен, залықпен келіп ренжігенім, ашуланып айтқан сөздерім болды. Неге мен осылай жараттыңыз, неге мен тудыңыз, мен болмай бүйтіп туғанша тумай қойғандарыңыз артық еді деп ашуланып, жылап, бөлмеге кіріп кет қалатын. Ол кезде ата-анам қандай күйде болатынын мен білмедім. Ол кезде балықпен болды. Қазір енді соның бәрін үлкейе кеп, өсіп келіп, ойланып қарасам, ата-анама өте ауыр, қатты тиген екен енді сезініп жатырмын. Мүмкіншілік болса, сол сөздерді қайтып алып, ата-анамның жүрегін сонша ауыртпас едім.